Хорошо. Мен көндім сіздің ответіңізге қарай. Бірақ мен ответім басқаша болады деп ойламадыңыз ба? Ответің я деп айтар едім деп айттым деп тұрмын сонда? Я, конечно, енді хейт андай артық сөздердің барлығын маған естіртіп, бірақ ер азаматтық істі істемей кетіп бара жатқаныңызға енді. Енді бастапқыда өзіңіз айттыңыз ғой, таныс тоқтайтын болса, мен жобадан шығамын, оның барлығына мен көніп тұрмын. Мен ештеңе деп тұрған жоқпын, бірақ бастаған нәрсенен кейін, жауапты ақыры күтіп жатқаннан кейін айту керек еді. Может, айта саламыз, Может, жауапты айта саламыз осы жерде. Қазір білмеймін, Залқар сені таңдайтын болса ше мысалға. Расымен де білмейсің ғой. Мен таңдайды деп ойламаймын кешегі іс-әрекеттерінен кейін. Жарайды. Қазір я деп айтып тұрған күннің өзінде де ол нәрсе жалғаспайды. Мені таңдамай келіндегі айтып жатыр ғой, ода Залқарға айтып тұр. Залқар, ана прям сені уже манипуляция нагло, открыто саған істеп жатыр да, а сен да еще андай сүміреп отырсың, брат, андай. Мен таңдамай сияқтым. Айтсашы, сен таңдамайсың ба, таңдамай қой деп нагло айтарса, просто өзіңді алдыға қойды кішкене. Пожалуйста, тірілші өтініш досым, по-братски. Содан кейін, одним словом, короче, вас жестко лоханули и все. Негізі бірақ сұрақ, Залқарға бірақ сұрақ, неге сен ондай шешімге келдің? Бәлкім сенің ана жігіттер, даже Бекзат айтты, жігіттерді айта береді, намысқа тиіп жатыр, сен приоритет болу керексің деген сөздерден кейін үстіп шешім қабылдап отырсың ба? Или Диананың болмысынан бір минус таптың ба? Ол бұлай да, приоритет болу керек не деген сөздер қазір шығып жатыр да, мен 3 күн алдын шешім шығарғам, бұл сөздер қазір шығып жатыр. И мен неге бұл шешімге келдім? Джикош маған айтқан нәрселер ондай нәрсе болып шықпады. И эфирде жасалған нәрселер де маған ұнамады. Ой, қойыңыздаршы, мен ешкімге ешқандай үміт берген жоқпын. Залқар, именно сізге де үміт берген жоқпын. Мен өтірік айттым. Үмітті мен сіздерге я деп жауап берем, ойбай, Залқар, екеуміз жүріп кетеміз, сөйлесіп кетеміз, той болып кетеді, үйленіп кетеміз. Кешеде эфирде кім? Маған оқырмандар жіберіп жатты. Енді мен айтайын ба, Джикош, қазір айтсам ренжисің. Қазір оқырмандар жіберіп жатты кеше. Айтпай тыңдасаңызшы. Қазір 1 минут, Диана, бірдеңе айтқысы келіп жатыр, бірақ сен айтқысы мен жаңағы айтпайын деген нәрселерді ше айттырғысы келіп тұр ма, түсінбедім, Джикошты ше. Мысалға, рұқсат берілді. Дальше жалғастырамыз, екеуміз Бішкекке барамыз, ол жақтан киімдерді аламыз, кім Галина Бекіштермен бірге барсақ болады. Мен айттым ол сөздерді? Сондай жоспарлар болды ма? Хорошо, мынаны қара, мен айтпадым дейсің ғой, хорошо, мен айтты дейлік. Мен айтқанда сен оған келістің. Енді мен не деп келістім, мен айттым, егерде, тоқтай тұрыңыз, тыңдаңыз, егерде, біз кезестік қой, отырдық. Сол кезде мен айттым, Залқар де мен жауабымда эфирде айтамын, бір күн уақыт беріңіз, дальше айтамын. Сосын барып уже өзі Диана, қазір қайтан басқа жаққа кетіп бара жатсың. Одан басқа қандай әңгімелер бар? Мен әңгімеге тарту үшін маған айтты, енді болашақта бізде барлығы жақсы болатын болса, давай мынаны жасайық. Енді мен тұрып жауабым жоқ екен айтпай тұрып та мақұл деп тыңдап отырмын ғой енді. Әңгімесін тыңдап отырдым. Енді Залқардың аузын жаба бермеңіздерші, қыздар, қазір. Мен точно, мен айттым дейін, бірақ ал нәрсеге қыз келісіп тұр да, бұлай жасаймыз, алай жасаймыз деп, типа жоспар құрып сөйлестік та бізше, и ол нәрселерге келісіп тұрғаннан кейін мен не деп ойлаймын. Енді Залқар, енді мен қалай айтып беруім керек сізге? Жақсы болып кетеді деген ой болған. Одан басқа бір фактор бар ма бұл әңгімеден басқа? Жоқ. Так, одан басқа дегенде одан басқа болмады. Қайсармен сөйлесіп жүрді ол кезде ше. Соңғы кездесу болды, сонда мен қызғанып жазғаным бар Джикошқа. Кездесу бір рет болды ма, айтпақшы? Қазір Қайсар келеді, мен Қайсармен сөйлесіп кездесу маған. Қанша сағат боласын, шықпайсың ба, ертерек шықпайсың ба деген менде қызғаныштар болды. 1 сағат ба сондай отырып қалды да, ертерек шықпайсың ба деген мен тарапынан қызғаныштар жазғамын. И сіз үміткеріңізменен кездескенде мен сізге ештеңе айтпаймын ғой деген сөздер жазады да маған. И ол нәрселерді мен барлық нәрсені түйіндеп келгенде, ертең бізде барлығы жақсы болып кетеді деген ой болған менде. Қалай сонда сіздер кәдімгідей қыз бен жігіт сияқты сөйлесесіздер ма сонда? Мысалға сен неге Қайсармен ұзақ отырсың, шық деп қызғаныш ана жақтан кетеді, ал мына жақтан болса сіз үміткеріңізбен кездескен кезде мен сізді қызғанбаймын ғой деген жауаптар. Негізі жауап былай болу керек болған, Диана.
залқар тыныштық па сіздікі? Мен Мен үміткермен жаздым қанша сағат отырсам да ол сіздің шаруаңыз емес. жаздым. Оны тек қана өзіміз Мен шешеміз именно деп сол жауап сөз беру керек. жаздым, Камила ханым. Мен солай айттым, ма? иә, айтылды, бірақ айтылды, ол дүние не үшін қызғанып жатырсыз? Жалпы сізде де үміткер бар ғой, өзіңізде кездесіп жатырсыз ғой деген сөз болды. Андай болған жоқ. Мен дәл сіз айтқан сөзді мен де айттым. Қалай бір әңгімені екі түрлі қылып шынымен де екі түрлі көзқараспен сипаттауға болады екен расымен де. Кімдікі рас, кімдікі өтірік білмейміз, бірақ мысалға. Бота мына жақтан бірдеңе айтам деп жатыр, Залқар жобадан кетем деп жатыр, бірақ Дико Залқарды таңдап сақтап қала ма жобада? Жоқ әлде Бекзатты таңдап Залқар жобамен қош айтса ма? Жарнамадан кейін білейік.